Assalamualaikum достар, біз сіздермен бүгін өте әдемі әрі дәмді бәліш пісіретін боламыз. Бұл үшін жұмыртқаға қант, қаймақ, сары май барлығын қосып жақсылап араластырып алыңыз да, қосытқыш пен ұнды аз мөлшерден себе отырып, жұмсақ қамыр илеп алыңыз. Дайын болған қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа сала тұрыңыз. Келесі қамырымызды пергамент қағазының үстіне дөңгелек етіп жайып, жан-жағындағы артық қамырларын кесіп тастаймыз. Содан соң жан-жағын бірдей бөліктерге бөліп, видеодағыдай жаңағы бөліктерден қалташалар жасап шығамыз. Осы қалташалардың үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті жағып, грек жаңғағын қалташаларға жақсылап салып шығыңыз. Енді бәлішіміздің ортасына өрікті жақсылап жайып шығамыз. Өріктің үстіне қант сеуіп, содан соң қалауыңызша ұсатылған грек жаңғағында сеуіп шықсаңыз болады. Бәлішімізді пергамент қағазымен бірге жайлап противенге салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут қызарғанша пісіріп алыңыз. Оразаларыңыз қабыл болсын, ас болсын.